Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қазақтың ұлттық тағамына айналған қуырдақтың жасалу жолымен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнары сөзсіз. Ең әуелі жұмысымызды қазанға 2 ошақ сұйық май құйып, май қызған соң үстінен құйрық майды салып, жақсылап қызартып, қуырып алудан бастаймыз. Майымыз осылай қып-қызыл болып қуырылғаннан кейін үстінен свежий етімізді саламыз. Ет менде бір күн алдын жақсылап маринадталып қойылған, сондықтан ешқандай тұз да және дәмдеуіштер де қоспаймыз. Егер де сізде ет маринадталмаған болса, бойындағы су тартылғаннан кейін барып тұз салсаңыз болады. Етіміз бір жама қуырылғаннан кейін бойынан осылай артық су бөлініп шығады. Осы су тартылғанша тоқтаусыз жоғарғы отта қуыратын боламыз. Етіміздің бойындағы артық сулар кетіп, алтын түске енгенше қуырып алған соң, үстінен болгар бұрышы мен пияз қосамыз. Сіз қаласаңыз, осы кезде қызанақ та қоссаңыз болады. Пиязды салған соң, 1-2 рет араластырамыз да, үстінен су құйып бұқтырып тастаймыз. Лажы барынша пиязымыздың өліп қалмауы қажет. Тірілеу кезінде бұқтырсаңыздар, пияздың соғыменен өзі ет уылжып, жұмсақ болып піседі. Су құйып болған соң, бетін жауып, баяу отта шамамен жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан соң түбін тағы бір қозғап, үстінен картошкасын салып, шамаменен тағы жарты сағатқа бұқтырып қоямыз. Міне осымен қуырдағымыз дайын. Картошкасын араластырып жіберіп, дастарханға тарта берсеңіз болады, немесе араластырып болғаннан кейін тағы 5-10 минутқа қалдырып, содан кейін барып дастарханға тартсаңыздар да болады. Ал достар, осымен біздің балғын қуырдақтарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз.